Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Айданка Серікбаева. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай творожный пирог, яғни ірімшікті бәліш жасайтын боламыз. Олай болса видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші, ыдыстағы ірімшігіміздің үстіне жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне қантымызды салып, аздап ванилин саламыз. Одан кейін осындай блендермен жақсылап бір келкі майда сұйық масса болғанша жақсылап езіп аламыз. Егер үйде блендер болмайтын болса, сіздерге магазиннен, яғни дүкеннен міндетті түрде өзі майдаланып езілген творог алуға кеңес беремін. Сол кезде сіздерге блендер емес, жай ғана миксермен де жасай беруге болады. Менде мына жерде творогым өте қою болып қалды. Сол үшін қоюлығы 6%-ды сүтті жарты пиала құйып жібердім. Енді жақсылап осыны езетін боламыз. Міне осындай сұйықтықта әдемі бір келкі масса болу қажет. Енді біз қамырын дайындауға кірісеміз. Яғни бізде бұл жерде песочный тесто болады. Оған ас содасын аздап тұз саламыз. Одан кейін аздап қант саламыз. Енді осы құрғақ ингредиенттерді аздап араластырып алып, одан кейін жаңағы біздің дайындап алған сары майымызды терканың көмегімен, яғни үккіштен өткізіп, одан кейін барып бір келкі тесто дайындайтын боламыз. Сары майымыз үккішке жабысып қалмас үшін алдын ала ұнға ауналатып алып жасаған өте жақсы болады. Енді ары қарай қолмен бір келкі ұнтақ секілді болғанша жақсылап араластырамыз. Міне осы дәл видеодағыдай болуы қажет. Енді өзімізге қажетті диаметрлі ыдысымызды алып, оның шет-шетін, жиектерін күнбағыс майымен майлап аламыз. Одан кейін жаңағы дайындап алған песочный тестамыздың мен өзім көз мөлшерімен жасадым. Жартысын осылай бөліп салып аламыз. Ал қалған бөлігін аздап бөлек алып қоямыз. Жаңағы ыдысымызға салған песочный тестамызды осылай қолымызбен жақсылап жайып, шет-шетіне жиектер жасаймыз. Бұл жиектер бізге қазір ортасына салмасын құйған кезде шетіне ағып кетпеу үшін қажет болады. Енді ортасына жаңағы дайындап алған біздің творогымызды құямыз. Енді құйып болғаннан кейін жаңағы біз алып қалған песочный тестамызды бетіне жақсылап бір келкі етіп сеуіп шығатын боламыз. Барлығын сеуіп болғаннан кейін қолымызбен тестоның бетін бір-бір реттеп тегістеп шығамыз. Одан кейін 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Міне біздің творожный пирогымыз дайын болып пісті. Енді шетін осылай босатып аламыз ыдысынан. Пирогымыз өте жұмсақ, өте нәзік, сочный, өте дәмді болып шықты. Олай болса, міндетті түрде жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Және де видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.